Өзü жалғыз отырған уақытында Аллахтың құдіретін еске алып, өзінің күнәләрін еске алып, жылаған адам. Қараң, бұл жылау әр түрлі болады. Жылау әр түрлі болады. Жалғыз жылау жаман қиын бірақ. Бір өзің отырған уақытында есіңе күнәләріңді алып, жылау өте қиынның қиыны. Allah'tan şinimen korkan, uyalgan adam жылай алады. Бұл жылау да Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ве sellem айтады: Аллах үшін жылаған бір тамшы жас ертең тозақтан қалқан болады деген. Аллах үшін жылаған бір жас ертең иншаллах Алланың алдында тозақтан қалқан болады деген, қараңызда. Сол үшін Аллах Субхана ва Таала баршаларымыздың ақырымызда қайырлы қылсын. Ертең қиямет күнінде жүздерімізді жарық болуын Алла нәсіп етсін. Осынша жамағат, ағайындар, біз бір тән, бір жан болып қызмет қылуымыз керек. Біз өзіміз ойлаймыз, қазір мына мешітте осынша адамды көріп, охо, мына бүтін Талдықорған бәрі мұсылман болып кетті деп ойлап қоямыз да. Жүріп қанша араққа құл болған, зынаға құл болған адамдар жүр. Оларды естен шығармайық. Бірақ бір нәрсеге қуанайық. Аллах Субхана тағала бізді солардың қауымынан қылып қоймағанына қуанайық. Алла жолында жақсы амалдарды істеуге асығайық. Иншалла өсерлерден де өте үлкен бір медреселер ашуды ниет қылайық. Сан-санасыз қариларды өзімізден шығарайық. Міне қазір маған звондап жатыр: ойбай, маған қари керек еді. Ертең Рамазан келіп жатыр, хатым түсіретін адам керек. Қазақ бекерге айтпайды, өзіңнен тумай ұл болмас, сатып алмай құл болмас. Неге өзімізден қарилар шықпасқа? Өңкей Өзбекстаннан аламыз, өңкей Тәжікстаннан аламыз, өңкей Қырғызстаннан аламыз. Неге өзімізден шығармаймыз? Неге өзіміз болмаймыз, ағайындар? Біз кімнен кем едік? Кешегі мысалы ақындарымыз ешкімнен кем болған жоқ еді. Қазақтан қанша ақындар шыққан еді. Енді өзімізден де сондай қарилар шығуын Аллахтан сұрайық. Медресенің ең үлкен бір пайдасы балдардың тәлім тәрбиесі өте күшті болады.